Ербол Серикович, звук проверьте, пожалуйста, у нас работает? Здравствуйте, извините, тут А, перебой были. Меня слышно? да, вас слышно, Да, хорошо да. слышно. А Хорошо. если у нас все, мы, в принципе, в составе можем начинать. Добрый день, уважаемые дамы и господа. Уважаемые члены диссертационного совета, защита производится в режиме онлайн на платформе Zoom. В соответствии с пунктом 31 типового положения о диссертационном совете, принимая во внимание тот факт, что я являюсь научным консультантом диссертанта, исполнение обязанностей председателя совета возлагается на заместителя председателя Шерова Карибек Тыгача. Прошу вас, Карибек Тыгач. Қайырлы күн. Диссертациялық кеңес туралы үлгі ереженің 32-ші тармағына сәйкес, диссертациялық кеңестің отырысы, егер оның жұмысына оның мүшелерінің кемінде 3-тен 2 бөлігі қатысса, заңды деп есептеледі. Диссертациялық кеңес отырысына ресми рецензенттер мен уақытша мүшелердің қатысуы міндетті болып табылады. Диссертациялық кеңестің мүшелері мен ресми рецензенттерге отырысқа бейне конференция формасында қатысуға рұқсат етіледі. Диссертацияны көпшілік алдында қорғау онлайн режимде және интернет желісінде тікелей трансляция режимінде жүргізіледі. Бұл ретте отырысқа қатысушыларды визуалды сәйкестендіру, отырысқа қатысушылардың интернет желісіндегі сөздерін үздіксіз бейне және аудио трансляциялау, отырыстың бейне және аудио жазбасы, диссертациялық кеңес мүшелерінің жасырын дауыс беруі қамтамасыз етіледі. Жасырын дауыс беруге ресми рецензенттер қатысады. Олардың дауыстары диссертациялық кеңес мүшелерінің дауыстарына тең. Диссертациялық кеңестің осы отырысы Zoom платформасында онлайн режимде бейнеконференция формасында өткізіледі. Диссертациялық кеңестің тұрақты уақытша мүшелерінің және ресми рецензенттердің қатысуы жазбаларға Zoom бағдарламасының өзінде жеке жазу, экранмен қоса алу, сондай-ақ тікелей трансляциялау және интернет желісінде сақтау арқылы тіркеледі. Қарағанды техникалық университетінің ғылыми кеңесінің шешімімен бекітілген және 2025 жылдан 2028 жылға дейін жұмыс істеуге уәкілетті 8-07-101, 6-07-12-00 машина жасау, 8-07-102, 6-07-13-00 көлік техникасы және технологиялар мамандықтары бойынша диссертациялық кеңестің тұрақты мүшелер құрамын ұсынуға рұқсат етіңіздер. Бірінші, төраға Шеров Карибек Тыгаевич, Сәкен Сейфуллин атындағы Қазақ агротехникалық зерттеу университеті технологиялық машиналар және жабдықтар кафедрасының профессоры, Астана, Қазақстан Республикасы. Қатысып отыр. Кадыров Адил Суратович, техника ғылымдарының докторы, Абылқас Сағынов атындағы Қарағанды техникалық университеті көлік техникасы және логистикалық жүйелер кафедрасының профессор зерттеушісі, Қарағанды қаласы. Қатысып отыр. Юрченко Василий Викторович, философия докторы, PhD, Абылқас Сағынов атындағы Қарағанды техникалық университеті технологиялық жабдық, машина жасау және стандарттау кафедрасының қауымдастырылған профессоры, Қарағанды қаласы. Қатысып отыр. Ғылыми хатшы Сулейб Бақтияр Даниярович, философия докторы, PhD, қауымдастырылған профессор, Әбілқас Сағынов атындағы Қарағанды техникалық университеті ғылым және инновациялар департаментінің директоры. Қатысып отыр. Үлгі ереже талаптарына сәйкес диссертациялық кеңестің тұрақты құрамы Дүйсенбаев Ермек Шүйіншібекұлының философия докторы, PhD дәрежесін алуға арналған диссертациясын қорғауға диссертациялық кеңестің 3 уақытша мүшесін және 2 ресми рецензентті бекітті. Уақытша құрамды таныстыруға рұқсат етіңіздер. Сүйінбаев Шынполат Мансұралиевич, техника ғылымдарының докторы,
темір жолды пайдалану жұмысын басқару кафедрасының профессоры, Ташкент мемлекеттік көлік университеті, Ташкент қаласы, Өзбекстан, қатысып отыр. Бақыт Ғабит Бақытұлы, PhD, жылжымалы құрам кафедрасының қауымдастырылған профессоры, Мұхамеджан Тынышбаев атындағы АЛТ университеті, Алматы қаласы, қатысып отыр. Асмағамбет Диана Кенжебайқызы, философия докторы, PhD, цифрлық үкіметтік қолдау орталығы әлеуметтік блок бағытының сеньор директоры, Астана қаласы, қатысып отыр. Сонымен қатар екі ресми рецензент, Бестенбек Ербол Серікұлы, техника ғылымдарының кандидаты, технологиялық машиналар және көлік кафедрасының меңгерушісі, Қарағанды индустриялық университеті, Теміртау қаласы, қатысып отыр. Балабекова Қырмызы Гинаятовна, философия докторы, PhD, көлік инженериясы кафедрасының доценті, Гумилев атындағы Евразия ұлттық университеті, Астана қаласы, қатысып отыр. Бүгінгі отырысқа диссертациялық кеңестің 9 мүшесі қатысып отыр. Құрметті диссертациялық кеңес мүшелері, прокторинг рәсімі және жеке тұлғаны сәйкестендіру жүргізілді. Тұлғалар расталды. Нәтижелер қатысып отыр деген белгілеумен қатысу парағына енгізілді. Диссертациялық кеңестің уақытша мүшелері мен ресми рецензенттер толық құрамда қатысып отыр. Кворум бар. Диссертациялық кеңес мәжілісін ашуды кім қолдайды? Дауыс берулеріңізді сұраймын. Кім қарсы? Қарсылар жоқ. Қалыс қалғандар? Жоқ. Бір ауыздан қабылданды. Құрметті әріптестер, дауыс беруді ескере отырып, диссертациялық кеңестің отырысын ашық деп санауға рұқсат етіңіздер. Бүгін 4 мамыр 2026 жыл күн тәртібінде философия докторы, PhD дәрежесін алу үшін Дүйсенбай Бермек Сүйіншібекұлының 8-07-1 инженерия және инженерлік іс бар, 8-07-102 көлік техникасы және технологиялары білім беру бағдарламасы бойынша дизельді қозғалтқыштың модульдік ультрадыбыстық бәсеңдеткішінің құрылымын әзірлеу және жұмысын зерттеу тақырыбындағы диссертациясын қорғауы. Жұмыс Әбілқас Сағынов атындағы Қарағанды техникалық университеті көлік техникасы және логистикалық жүйелер кафедрасында орындалған. Ғылыми кеңесшілер: отандық кеңесші Кадыров Адил Суратович, техника ғылымдарының докторы, көлік техникасы және логистикалық жүйелер кафедрасының профессор зерттеушісі, Әбілқас Сағынов атындағы Қарағанды техникалық университеті. Отандық кеңесші Кукешева Алия Бакибаевна, философия докторы, PhD, көлік техникасы және логистикалық жүйелер кафедрасының профессор ассистенті, Әбілқас Сағынов атындағы Қарағанды техникалық университеті. Шетелдік кеңесші Лукаш Варгула, профессор, PhD, техникалық ғылымдарының докторы, Познан техникалық университеті, Польша. Диссертация бірінші рет қорғалуда. Қорғау қазақ тілінде. Күн тәртібіне қосымшалар мен ұсыныстар бар ма? Жоқ. Жоқ. Жақсы. Енді ізденушінің аттестациялық ісі бойынша материалдарды және анкеталық деректерімен таныстыруға сөзді ғылыми хатшыға береміз. Мархабат. Рахмет, Сергей Николаевич. Диссертациялық кеңес 8-071 инженерия және инженерлік іс бағыты, 8-07-102 көлік техникасы және технологиялары білім беру бағдарламасы бойынша философия докторы, PhD дәрежесін беру үшін ұсынылған Дүйсенбай Ермек Сүйіншібекұлының дизельдік қозғалтқыштың модульдік ультрадыбыстық бәсеңдеткішінің құрылымын әзірлеу және жұмысын зерттеу тақырыбындағы жұмысы қорғауға қабылданды және келесі құжаттар ұсынылған. 8-07-101, 6-07-12-00 машина жасау, 8-07-102, 6-07-13-20 көлік техникасы және технологиялары мамандықтары бойынша диссертациялық кеңесте дизельді қозғалтқыштың модульдік ультрадыбыстық бәсеңдеткішінің құрылымын әзірлеу және жұмысын зерттеу диссертациялық жұмысын қорғау туралы Дүйсенбаев Ермек Сүйіншібекұлының өтініші.
Отандық кеңесші Кадыров Адил Суратович, техника ғылымдарының докторы, көлік техникасы және логистикалық жүйелер кафедрасының профессор зерттеушісі, Әбілқасығынов атындағы Қарағанды техникалық университетінің пікірі. Отандық кеңесші Кукешева Алия Бакибаевна, философия докторы, көлік техникасы және логистикалық жүйелер кафедрасының профессорының ассистентінің пікірі. Шетелдік кеңесші Лукаш Варгулов, профессор, PhD техникалық ғылымдарының докторы, Познан технологиялық университетінің пікірі. Әбілқас Сағынов атындағы Қарағанды техникалық университеті көлік техникасы және логистикалық жүйелер кафедрасының кеңейтілген отырысының оң қорытындысы. Нөмір 10 хаттама 29 желтоқсан 2025 жыл. Берік түптелген және электронды тасымалдағыштағы диссертация. Қазақ, орыс және ағылшын тілдеріндегі аңдатпа. 9 ғылыми еңбектен тұратын диссертация материалдары бойынша жарияланымдар тізімі және олардың көшірмелері. Оның ішінде Қазақстан Республикасының ғылым және жоғары білім министрлігінің ғылым және жоғары білім саласындағы сапаны қамтамасыз ету комитеті ұсынған басылымдарды 2 мақала, Скопус ақпараттық базасына кіретін басылымда 2 мақала, халықаралық ғылыми практикалық конференцияларда 3 тезис, 2 авторлық құқық объектісі. Әбілқас Сағынов атындағы Қарағанды техникалық университеті этикалық комиссияның зерттеу объектілерінің жануарлар дүниесі, объектілер мен тіршілік ерту ортасы құқықтарын, қауіпсіздігі мен әл-ауқатын қорғауды қоса алғанда, ғылыми зерттеулердің нәтижелерін жоспарлау, бағалау, іріктеу, жүргізу және тарату процесінде бұзушылықтардың болмауы туралы оң қорытындысы. Ұлттық мемлекеттік ғылыми-техникалық сараптама орталығы акционерлік қоғамның диссертацияда авторға және алу көзіне сілтеме жасамай алынған материалдың жоқтығын растайтын анықтамасы, салғастырып талдау нәтижесінде ұлттық мемлекеттік ғылыми-техникалық сараптама орталығының акционерлік қоғамның диссертациялық қорымен сәйкестіктері табылған жоқ. Нөмір 22-29 бөлшек 15.01.08 23 сәуір 2026 жылы берілген анықтама. 2022 жылдан бастап 2025 жылға дейін Дүйсенбаев Ермек Шүншібекұлы 8-07-102 көлік техникасы және технологиялары білім беру бағдарламасы бойынша Әбілқас Сағынов атындағы Қарағанды техникалық университеті докторантурасын меңгерді. Докторант туралы мәліметтер үлгі ережеге сәйкес ұсынылған. Барлық құжаттар философия докторы PhD дәрежесін беру үшін дәрежелерді беру қағидалары бекіту туралы бұйрығының талаптарына сәйкес келеді және қолда бар. Рахмет. Аттестациялық іс материалдары бойынша сұрақтар болады ма? Сұрақтар бар ма? Жоқ. Рахмет. Докторлық диссертацияны қорғауға қажетті барлық материалдар университеттің ресми сайтында қорғау туралы хабарландырулар бөлімінде жарияланған. Және диссертация кеңесінің барлық мүшелеріне қол жетімді. Диссертацияның мәні мен негізгі ережелерін баяндау үшін сөз диссертант Дүйсенбаев Ермек Шүйіншібекұлына беріледі. Регламент бойынша диссертантқа 30 минутқа дейін уақыт беріледі. Уақытты белгілейміз және диссертант баяндамасының басталуы мен аяқталуын жазамыз. Мархабат. Рахмет. Уақытты белгілеңіздер. Ғылыми хатшы. Қабылданды, Қарибек. Ермек Шүйіншібекұлы, сөз сізге. Рахмет, Карбек Тоғаевич. Демонстрация экрана. Ермек Шүйіншібекұлы, демонстрация қосылмапты. Организатор отключил деп тұр. Басып көріңізші. Басылды.
бар ғой да. Мгм. Армысыздар, құрметті диссертациялық кеңес төрағасы, мүшелері, қатысушылар. Назарларыңызға дизельді қозғалтқыштың модульді ультрадыбыстық бәсендеткішінің құрылымын әзірлеу және жұмысын зерттеу тақырыбындағы диссертациялық жұмысымызды ұсынамыз. Ғылыми кеңесшілер, техника ғылымдарының докторы, профессор зерттеуші Қадыров Әділ Сұратович, PhD профессор ассистент Кукешева Оля Бакибаевна және шетелдік кеңесші профессор Лукаш Варгула. Дизель қозғалтқыштары жеңіл және жүк көліктерінде ғана емес, жол құрылыс және карьерлік техникада қолданылады. Дизель қозғалтқыштарынан осы техникада пайдалануы слайдта көрсетілген зиянды заттардың бөлуіне әкеледі. Азия көлік обсерваториясының мәліметі бойынша 2023 жылы көлік секторынан атмосфераға шығарылған СО2 көлемі шамамен 24 миллион тоннаны құрап, оның айтарлықтай бөлігі дизельді техника үлесіне тиесілі екенін көрсетті. Дизельді қозғалтқышта зиянды қоспаларды атмосфераға таралуында газдарды шығару жүйесі үлкен рөл атқарады. Газдарды шығару жүйесінде күйе сүзгілері, катализаторлар және рециркуляциялау жүйелері сияқты техникалар кеңінен қолданылады. Алайда олар жоғары құнымен, отын сапасына сезімталдығымен, қызмет көрсетудің күрделілігімен және шығарындылар температурасына төмен болу жағдайымен, тиімділігін төмендеуімен сипатталады. Сонымен қатар, осы слайдта көрсетілген балама жүйелер қолданылады. Алайда бұл тазарту жүйелері кемшіліктері қымбат әрі күрделі болуы, тұрақты қызмет көрсетуді және арнайы инфрақұрылымды талап етуі. Сонымен қатар, олар зиянды шығарындыларды толық жоймайды, пайдалану жағдайына тәуелді және көліктің салмағы мен пайдалы көлемін арттырады. Осыған байланысты пайдаланылған газдарды тазалаудың физикалық әдістері ерекше қызығушылық тудырады. Біз келесі физикалық әдістерді қарастырдық: механикалық, жылу физикалық, электрофизикалық, плазмалық, ультрадыбыстық және лазерлік. Сол әдістердің ішінде ультрадыбыстық және лазерлік әдістер ең тиімді болып саналады. Тіпті оларды бірге қолданып қарастырудың әлеуеті бар. Себебі осы әдістердің негізінде технологиялар құрылымы, ықшам және олардың әсер ету параметрлерін икемді түрде реттеуге болады. Сонымен қатар басқа технологияларға қарағанда қосымша реагенттерді қажет етпейді. Алайда лазерлік жүйелерді пайдаланылған газдар ортасында қолдану жоғары энергия тұтынумен, оптикалық элементтердің тез тозуымен, қауіпсіздік пен сенімділікті қамтамасыз етудің күрделілігімен байланысты елеулі инженерлік және пайдалану шектеулеріне тап болады. Осыған байланысты қазіргі кезеңде пайдаланылған газдарды ультрадыбыстық әдіспен тазалау тиімділік, конструктивтік, қарапайымдылық және пайдалану сенімділігін үйлестіретін ең перспективалы тәсіл болып табылады. Ал ультрадыбыс пен лазерді бірлесіп қолдану қосымша зерттеулерді талап етеді. Пайдаланылған газдарды ультрадыбыспен тазарту технологияларына шолу жүргізілген. Соңғы 5 жылдық зерттеулерді алып қарастырғанда ультрадыбыстық бәсендеткіштер ұсынылады. Алайда олар горизонтальды компоновкасында жүзеге асырылған. Бұл коагуляцияланған бөлшектердің тұну тиімділігін шектейді, акустикалық өрістің біркелкі еместігін және газ жолының бітелуінің қаупінің артуына әкеледі. Тракторлар, жол құрылыс және арнайы техниканың пайдалану шарттарын талдау бұл машиналар классы үшін вертикаль бағытта орналасқан шығару жүйелері анағұрлым қолайлы екенін көрсетті. Вертикаль ультрадыбыстық бәсендеткіштің айқын артықшылықтарына қарамастан, қазіргі уақытта олардың конструкциясын әзірлеуге, ультрадыбыстық әсер ету режимдерін негіздеу және дизель қозғалтқыштарының пайдаланған газдарын нақты пайдалану жағдайында жақын ортада тазалау тиімділігін эксперименттік бағалау арналған зерттеулер жеткіліксіз. Осыған байланысты вертикаль модульді ультрадыбыстық бәсендеткіштің конструкциясын әзірлеу және оның жұмысын зерттеу көлік және арнайы техниканың зиянды шығарындыларын азайтуға бағытталған өзекті ғылыми техникалық міндет болып саналады. Зерттеу гипотезасы: ультрадыбыстық сәуле шығарғыштардың қуаты мен кеңістікте орналасуын ұтымды таңдау және вертикаль модульді ультрадыбыстық бәсендеткішті қолдану арқылы дизель қозғалтқыштарының шығарындыларын тазарту тиімділігі арттыру. Зерттеудің мақсаты мен міндеттері: жол құрылыс және арнайы техникада қолданылатын дизель қозғалтқыштарының шығарындыларын түтінденуді азайту және ұсақ дисперсті бөлшектердің тұну тиімділігін арттыруды қамтамасыз ететін вертикаль бағытта орналасқан модульдік ультрадыбыстық бәсендеткіш конструкциясын әзірлеу және оның жұмыс істеу заңдылықтарын анықтау болып табылады. Автокөлік және жол құрылыс техникасындағы дизель қозғалтқыштарының конструкциялары мен пайдаланылған газдарды шығару жүйелеріне талдау жүргізу. Ультрадыбыстың газ ортасына әсер етуінің физикалық механизмдерін зерттеу. Бөлшектердің коагуляция тиімділігіне әсер ететін ультрадыбыстық ықпалдың негізгі параметрлерін анықтау. Вертикаль орналасқан ультрадыбыстық бәсендеткіштегі бөлшектердің қозғалысы мен іріленуін сипаттайтын математикалық модель әзірлеу. Сәуле шығарғыштарды кезең-кезеңмен қосу мүмкіндігі бар модульдік ультрадыбыстық эксперименттік стенд жасау. Ультрадыбыстық сәуле шығарғыштардың саны, қуаты және олардың үйлесіміне түтінденуге
шығарындылар құрамына және тұндырылатын бөлшек массасына әсерін анықтау бойынша эксперименттік зерттеулер жүргізу. Эксперименттік деректер өңделіп, тазалау тиімділігін бағалау. Жол құрылыс техникасына ультрадыбыстық бәсендеткішті енгізудің техникалық экономикалық негіздемесін жасау. Зерттеу әдістері: диссертациялық жұмыста теориялық талдау әдістері, математикалық модельдеу, ұқсастық теориясы және өлшемдік талдау, эксперименттік жоспарлау және өңдеу қолданылды. Ғылыми жаңалық: ультрадыбыстық шәуе шығарғыштардың қуатын және кеңістікте орналасуын ұтымды таңдау жағдайында вертикаль модульдік ультрадыбыстық бәсендеткішті қолдану арқылы дизель қозғалтқыштардың пайдаланылған газдарын тазалау тиімділігін арттыру мүмкіндігін дәлелденді. Акустикалық күштерді ескере отырып, вертикаль ультрадыбыстық өрістегі газ бөлшектерінің қозғалысын сипаттайтын математикалық модель әзірленді. Коагуляция процесін қарқындату үшін ультрадыбыстық сәуле шығарғыштарды кезең-кезеңмен қосудың тиімділігі расталды. Қозғалтқыштың айналу жиілігіне, ультрадыбыстық сәуле шығарғыштарының қуатына және сәуле шығарғыштар арасындағы қашықтыққа байланысты газ түтіндену көрсеткіштерінің өзгерісін сипаттайтын регрессиялық тәуелділік эксперименттік жолмен анықталды. Вертикаль компоновкадағы модуль ультрадыбыстық бәсендеткіш бөлшектерінің іріленуімен гравитациялық тұнуына қолайлы жағдай жасайды. Сондықтан ол дизель қозғалтқыштарының жұмыс істеген кезде горизонталь бәсендеткішіне қарағанда тиімдірек. Пайдаланған газдарды ультрадыбыстық тазалаудың тиімділігін акустикалық өрістің қуатына, оның кеңістікте таралуына, сондай-ақ бір мезгілде жұмыс істейтін ультрадыбыстық сәуле шығарғыштардың саны мен олардың үйлесіміне байланысты. Вертикаль ультрадыбыстық бәсендеткіштегі бөлшектердің қозғалысы мен коагуляциясын сипаттайтын математикалық модель эксперимент нәтижелерімен жақсы сәйкес келеді. Бұл тұнған бөлшектер массасының артуымен расталады. Ультрадыбыстық сәуле шығарғыштарды кезең-кезеңмен және үйлестіре қосу тазалау процесін тиімді басқаруға мүмкіндік береді және энергия шығынын арттырмай коагуляция тиімділігін жоғарылатады. Модульдік ультрадыбыстық бәсендеткішті жол құрылыс техникасында қолдану қоршаған ортаға келетін зиянды азайтып қана қоймай, ластаушы заттар үшін төлемдердің қысқаруы есебінен экономикалық тиімділік береді. Автор қорғайды: қатты бөлшектердің коагуляциясы мен тұнуы есебінен шығарындыларды тазартуға арналған вертикаль типті дизель қозғалтқыштарына арналған модульдік ультрадыбыстық бәсендеткіш конструкциясы, вертикаль ультрадыбыстық бәсендеткіштегі бөлшектердің қозғалысы мен іріленуінің математикалық моделі, ультрадыбыстық сәуле шығарғыштардың саны, қуаты және олардың үйлесімдеріне, түтінденуге, шығарындылар құрамына және тұнған бөлшектер массасына әсерін растайтын эксперименттік зерттеулердің нәтижелері. Дизельді жол құрылыс техникасына арналған ультрадыбыстық бәсендеткішті енгізудің техникалық экономикалық негіздемесінің нәтижелері. Зерттеу нысаны мен зерттеу саты осы слайдта көрсетілген. Практикалық маңыздылығы: зерттеу нәтижелерін шығарындыларды тазарту жүйелерін жобалау, оған техникалық құжаттама дайындау және көлік пен арнайы техниканың зиянды шығарындыларын азайтуға арналған шығарындыларды негіздеу кезінде қолдануға болады. Ұсынылған шешімдер жүйеге қызмет көрсету аралығын ұзартып, пайдалану шығарындыларын төмендетуге мүмкіндік береді. Ультрадыбыстық коагуляцияның физикалық механизмі горизонталь және вертикаль стендтерге ұқсас болғанымен, олардың айырмашылығы акустикалық, аэродинамикалық және гравитациялық күштерді векторлық арақатынасында жатыр. Вертикаль ультрадыбыстық тазалау жүйесінде акустикалық толқындардың таралуы бағыты ауырлық күшімен бағыттас немесе қарама-қарсы орналасып, бөлшектердің коагуляциясы мен тұну процесіне тікелей әсер етеді. Бұл суретте әсер ететін күштердің бағыттары көрсетілген. Ультрадыбыстық коагуляция процесі әсерінің тиімділігін өзара байланысты параметрлер кешеніне тәуелді. Негізгі параметрлер ультрадыбыстың қуаты болып табылады. Одан басқа қарқындылық, амплитуда, акустикалық қысым және энергия тығыздығы сияқты параметрлерге тәуелді. Біз басқарылатын, алайда әзірленіп жатқан вертикаль стендте тазалау процесі кезінде барлық параметрлерді бірдей басқару мүмкін емес. Біз басқарылатын параметрлердің тізбесін анықтадық және оларды осы кестеде көрсеттік. Сәрсенбеков Бауыржан Қоблановичтің диссертациялық жұмысында горизонталь типті дыбыс бәсендеткішінің эксперименттік стендінде газ бөлшектерінің қозғалысын сипаттайтын математикалық модель белгілі. Алайда бұл модель күй бөлшектерінің қозғалыс механизмін сипаттау үшін қолдану мүмкін емес. Себебі онда бөлшектердің тек горизонталь бағытта орналасуын ауыстыруы ғана қарастырылып, гравитациялық әсер ескерілмеген. Бұл вертикаль стендтегі коагуляция процестерін сипаттауда дәлдіктің жеткіліксіз болуына әкеледі. Жоғарыда баяндалған негізінде эксперименттік дыбыс бәсендеткішінің вертикаль типінде тұнба бөлшегінің қозғалысын сипаттайтын келесі теңдеу қарастырылды. Яғни бұл жерде Бауыржан Сәрсенбековтің диссертациясының айырмашылығы МЖ ауырлық күші қосылды.
Ары қарай теңдеудегі әр айнымалыларды жеке-жеке қарастырып, оларды әсер ететін кедергі күштерін жеке-жеке айнымалы ретінде қарастырдық, және де алынған айнымалылар негізінде вертикаль дыбыс бәсеңдеткішіндегі күйе бөлшегінің қозғалысын сипаттайтын дифференциалдық теңдеу құрастырылды. Егер бөлшектер арасында коагуляция процесін ескерсек, онда жеке бөлшектің массасын м уақыттың функциясы mt болады. Осы құбылысты ескеру үшін коагуляция ықтималдығы v ұғымы енгізілді. Яғни v ұғымы. Демек, осы бөлшек массасының уақытын бойынша өзгеруін келесі түрде сипаттадық. Яғни Рунгекут әдісіне арналған есептеулер жүргізілген айнымалар енгізілді. Осыдан кейін бірінші ретті теңдеулер жүйесі құрастырылды. Осыдан кейін кестеде көрсетілген бастапқы шарттар мен бастапқы деректер енгізіліп, есептеулер жүргізілді. Есептеулер нәтижелері жүргізілген есептеулер бөлшек массасының уақыт өте келе артатынын көрсетті. Бұл газ ағынында жүретін коагуляция процесінің бар екенін дәлелдейді. Бөлшектер бірігуі нәтижесінде іріленіп, олардың массасы мен өлшемі ұлғаяды. Масса артқан сайын гравитациялық күштің әсері күшейіп, бөлшек жылдамырақ төмен қарай тұна бастайды. Ортаның кедергі күші бұл массаның артуын толық өтей алмайды. Сонымен соның салдарынан бөлшек жылдамырақ тез өседі. Бұл құбылыс бөлшектердің тұну тиімділігін процесін көрсетеді. Математикалық модель процесті сипаттаса, ал ұқсастық критерийлері сол процесті конструктивті және инженерлік есептеулер қолдануға мүмкіндік береді. Түсіндірудің төмендеуін сипаттайтын ұқсастық критерийлеріне әсер ететін 9 фактор белгілі. Көкеш Әулие Бакибаевнаның диссертациялық жұмысында түсіндірудің төмендеуін сипаттайтын келесі ұқсастық критерий алынған. Яғни, барлық параметрлерді К1 критерийлеріне тәуелділігін сипаттау үшін келесі теңдеулер құрастырылды. Теңдеулерді шешу үшін 6 ұқсастық критерийін алу қажет болды. Ұқсастық критерийлерін есептеу үшін LMT барлық негізгі өлшемдерін қамтитын қайталанатын айнымалылар ретінде Q, R, V таңдалды. Қалған айнымалылардың көрсеткіштері -1-ге тең деп алып, содан кейін әрбір ұқсастық критерийлерін жеке-жеке теңдеу келесі түрде ұсынылды. Айнымалар өздерінің өлшемдік формулаларымен ауыстырылды. Айнымалардың бұл түрленуі олардың дәрежелерін анықтауға мүмкіндік берді. Бұл өз кезегінде ұқсастық критерийлерінің дұрыс қатынаста тұжырымдауға мүмкіндік берді. Өлшемдерді бірдей дәрежелер көрсеткіштері қатарға қосылды. Содан кейін дәреже көрсеткіштерінің жиынтығынан теңдеулер жүйесі құрастырылды. Құрастырылатын ұқсастық критерийлері мен параметрлер қатынасы 1-ге тең болу үшін олардың дәреже көрсеткіштерінің қосындысы 0-ге тең деп таңдалды. Аталған жүйенің шешімі белгісіз шамалардың мәндерін анықтауға жол ашты. Дәреже көрсеткіштерін табылған мәндер P1 теңдеуге қайта қою арқылы бірінші ұқсастық критерий алынды. Сол сияқты екінші, үшінші, төртінші, бесінші, алтыншы критерийлер алынды. Нәтижесінде ұқсастық критерий өте күрделі болғандықтан, оларды қысқарту арқылы, барлық қысқартулардан кейін ультрадыбыстық әсерінің бұрын және кейінгі газдардың түтінденуі қатынасына тәуелді келесі ұқсастық критерий алынды. Яғни алынған критерийлер К1 энергия критерийі газ ағынының энергиясы мен ультрадыбыстық әсер энергиясының қатынасын көрсетеді. К2 уақыт гидродинамикалық критерийі бөлшектердің белсенді аймақта ультрадыбыстардың әсерінде болып үлгермеуін сипаттайды. К3 геометриялық кеңістікте критерийі ағын траекториясы бойынша ультрадыбыстық әсердің тиімді ұзындығы мен үздіксіздігін көрсетеді. Әрі қарай эксперимент жүргізілді. Эксперименттік зерттеулер мақсаты вертикаль стендте ультрадыбыстық газды тазалау тиімділігін эксперименттік түрде дәлелдеу. Осы мақсатқа жету үшін эксперимент жүргізу кезінде 3 кезеңнен жүргізілді. Ультрадыбыстық әсерге дейін және кейінгі түтіндену көрсеткіштерін анықтау, газ құрамын анықтау, тұнған бөлшектер массасын анықтау. Эксперимент жүргізу үшін вертикаль стенд әзірленді. Оның сипаттамалары төмендегі осы слайдта көрсетілген. Эксперимент жүргізуге керек жабдықтар, сәуле шығарғыштар генератордан қоректенеді, ал оның толық техникалық сипаттамасы осы слайдта көрсетілген. Және де бізге керек жабдықтар ішінде таразы керек болды, және газ құрамының арнайы газ зерттейтін газ анализатор керек болды. Эксперимент жүргізу жоспары осы слайд бойынша жоспар
арнайы дайындалған жоспармен өткізілді. Эксперимент тәжірибе жоспарлары ультрадыбыстық сәуле шығарғыштарды әртүрлі комбинациялар кезең-кезеңмен қосуды көздеді. Бұл қозғалтқыштың айналу саны 1000, 1000, 2000 болған жағдайларда дизель қозғалтқыштарының ультрадыбыс пайдаланған газдардың түтіндену СО2, O2 көрсеткіштері мен күйе массасында олардың әсерін анықтау мүмкіндік берді. Негізгі қадам бақылау өлшеу ультрадыбыстық әсер көрсеткіштерінің тіркелді. Бірінші тәжірибе бұл бастапқы мәндерді анықтауға және олардың бақылау мәндері ретінде пайдалануға мүмкіндік берді. Сәуле шығарғыштарды жеке қосу, жекелеген сәуле шығарғыштар кезекпен қосылды. Екінші, үшінші, төртінші тәжірибелер. Бұл олардың әрқайсысының бөлшектер калькуляциясына қосқан үлесін және көрсеткіштердің өзгеруін бағалауға мүмкіндік берді. Комбинацияланған қосу, екі немесе одан да көп сәуле шығарғыштарды әртүрлі үйлесімдерде іске қосылды. Бесінші, алтыншы, жетінші, сегізінші тәжірибелер және көрсеткіштердің төмендеуіне ең тиімді әсер ететін комбинациялар анықталды. Максималды қуат режимінде қорытынды кезеңде 9-шы тәжірибе барлық 6 ультрадыбыстық сәуле шығарғыштар бір мезгілде іске қосылды. Бұл максималды акустикалық әсердің тиімділігін бағалауға және түтінденуді шектеуге төмендеуіне қол жеткізілетін тексеруге мүмкіндік берді. Эксперимент жүргізу барысы көмірқышқыл газын және оттегін анықтауға арналған эксперимент жоспары және күйе массасын анықтауға эксперимент жоспары осы слайдтарда көрсетілген жоспар бойынша жасалынды. Эксперимент жүргізу барысынан фото көрсетілім және де эксперимент жүргізу барысынан қысқаша бейнебаян. Бұл бейнебаянда эксперимент жүргізу барысынан қысқаша үзінді көрсетілген. Эксперимент жүргізу үшін әзірленген вертикаль стендті МТЗ-80 тракторының бәсендеткішіне шланг арқылы жалғап, эксперимент жүргіздік. Әр сәуле шығарғышты жеке-жеке үйлестіре және барлығын бірге қосып, түтіндену СО2, O2 көрсеткіштерінің мәндері алынды. Кейін арнайы қағазға тұнған күйе массасының салмағы аналитикалық таразымен өлшенді. Алынған мәндер алтын ала дайындалған кестеге жазылып, талдау жүргізілді. Эксперимент нәтижелері 1000, 1500, 2000 айналым минут болған кездегі осы кестелерде көрсетілген. Эксперимент нәтижелері бойынша графиктер құрылды. Сәуле шығарғыштардың үйлесіміне байланысты көмірқышқыл газының көрсеткіштерінің өзгеруі, сәуле шығарғыштардың үйлесіміне байланысты оттегінің көрсеткіштерінің өзгеруі, тұнған күйе массасының өзгеруі және түтін көрсеткіштерінің өзгеруі осы слайдтарда көрсетілген. Эксперимент зерттеудің нәтижелері бойынша регрессиялық корреляциялық талдау жүргізілді. Оның барысында қозғалтқыштың айналу санының ультрадыбыстық сәуле шығарғыштардың қуатына және арасында қашықтықтан газ түтінінің көрсеткіштерінің өзгеруін сипаттайтын көп өлшемді регрессия теңдеуі жасалды. Алынған регрессия теңдеуіне сәйкес сәуле шығарғыштарды қосудың әрбір комбинациясы үшін түтін мәндері анықталды. Алынған түтін мәндерінің негізінде олардың эксперименттік мәндерден ауытқу есептелінді. 1000, 1500 алынған регрессиялық теңдеулер 1500 және 2000 айналым кезіндегі салыстыру осы кестелерде көрсетілген. Эксперимент қорытындылары ультрадыбыстық әсердің негізгі физикалық әсері нәтижесі бөлшектердің коагуляциясы мен олардың тұну процестерінің күшеюі болып табылады. Ультрадыбыстық сәуле шығарғыштар қосылған кезде түтіндену деңгейі 30-35% аралығында төмендейді. Ең жоғарғы тиімділік барлық 6 ультрадыбыстық сәуле шығарғыштарды бір мезгілде қосу режимінде байқалды. Мұнда тұндырылған газ бөлшегінің мөлшері 9-10%-ға артты. Ультрадыбыстық бәсендеткіштің негізгі экономикалық тиімділігін бағалау үшін негізгі нысан ретінде катапиллер қозғалтқышымен жабдықталған CAT-12M автогидро таңдалды. Қондырғыны жасауға қолданылатын материалдардың құны анықталып, жұмсалатын шығарындылар есептелінді. Оның құны катализатор мен сүзгі сатып алу құнынан едәуір аз. Қондырғыны арнайы техникаға енгізу жағдайында экономикалық
әлеуметтік әсері есептелінді. Соның нәтижесінде келесі көрсеткіштердің азайтылғаны анықталды. Яғни қосымша бөлінген қаражат бәрі ақталды. Қондырғыны жасауға арналған материалдар ұсынылды. Әдістің негізгі мақсаты алынған критериалдық тәуелдіктер негізінде модульдік ультрадыбыстық бәсендіткіштің нақты конструкциясы және энергетикалық параметрлерін айқындауға көшу, қажетті ультрадыбыстық қуатты есептеу, К1 критерий модульдік санын және олардың орнату қадамын анықтауға К3 критерий ұқсас критерий есептелінді. Әсер ету уақытын және белсенді аймақ ұзындығын айқын анықтауға К2 критериалдар ұқсас критерий есептелінді. Талап етілген түтін төмендеуімен қамтамасыз ететін К3 мәні таңдалып, модульдердің орналасуы анықталды. Жарияланымдар. Скопус тізімдегі журналда 2 мақала Q1, Q4 квартирімен Қазақстан Республикасы ғылым және жоғары білім министрлігі ғылым және жоғары білім саласында сапаны қамтамасыз ету комитетінің ұсынған журналында 2 мақала, халықаралық ғылыми практикалық конференциясында еңбектерінде 3 тезис және авторлық құқық объекттерінде құқықтарды мемлекеттік тіркеу туралы 2 куәлік алынды. Қорытындыларды оқуға рұқсат етіңіздер. Диссертациялық жұмыста жаңа ғылыми нәтижелер бар. Олар маңызды ғылыми практикалық мәселені шешеді. Дизельді қозғалтқыштардың конструкциясы мен жұмыс режимдері таңдалды. Нәтижесінде жол құрылыс және карьерлік техника жағдайында қолданылатын дәстүрлі тазалау жүйелерінің айтарлықтай эксплуатациялық шектеулері бар екені анықталды. Шығарындыларды физикалық әдістермен тазалауды талдау жүргізілді. Оның нәтижесінде реагенттер мен сүзгі элементтерін қажет етпейтін ультрадыбыстық және лазерлік әдістердің ең үлкен потенциалға ие екені анықталды. Вертикаль модульдік ультрадыбыстық бәсендіткіштің компоновкасы бөлшектердің коагуляциясы мен тұну механизмдерін жүзеге асыру үшін көлденең схемаларға қарағанда ең тиімді жағдай жасайтыны туралы гипотеза ұсынылып расталды. Газ ортасына ультрадыбыстық әсер етудің процесінің физикасы зерттелді. Нәтижесінде процестің параметрлерінің құрылымы, олардың өзара байланысы және ультрадыбыстық әсер кезінде оларды басқару мүмкіндігі анықталды. Математикалық модельдеу нәтижесінде бөлшектердің массасының өсуін олардың вертикаль ультрадыбыстық өрістегі қозғалыс динамикасымен байланыстыратын теңдеулер жүйесі жасалды. Бұл коагуляция мен тұну процесінің сандық сипаттауға мүмкіндік берді. Ұқсастық теориясы мен өлшемдік талдау негізінде вертикаль модульдік ультрадыбыстық бөлшек бәсендеткіштің конструкциясы мен жұмыс режимдерін сипаттайтын ұқсастық критерийлері жүйесі алынған және оның конструкциялық және режимдік параметрлерін есептеу әдістемесі әзірленген. Ультрадыбыстық сәуле шығарғыштардың санын және орналасуын өзгертуге мүмкіндік беретін эксперименттік вертикаль модульдік ультрадыбыстық стенд әзірленген. Эксперименттік жолмен ультрадыбыстық әсердің тиімділігі оның қуаты мен сәуле шығарғыштар комбинациясына тәуелді екені дәлелденді. Қозғалтқыш айналым саны ультрадыбыстық сәуле шығарғыштардың қуаты, олардың арасындағы қашықтық және шығарындылар газындағы түтіндік көрсеткіш арасындағы регрессиялық тәуелділіктер алынды. Бұл қозғалтқыштардың әртүрлі жұмыс режимінде ультрадыбыстық әсер процесін болжауға мүмкіндік берді. Техника экономикалық талдау, ультрадыбыстық бәсендеткішті енгізу, экологиялық төлемдерді және эксплуатациялық шығындарды азайтып, экономикалық және әлеуметтік тиімділікті қамтамасыз ететінін көрсетті. Теориялық модельдік, эксперименттік және экономикалық нәтижелердің жиынтығы әзірленген вертикаль модульдік ультрадыбыстық бәсендеткішінің ғылыми негізделген және оны транспорттық техникада практикалық қолдануға жарамды екені растайды. Назарларыңызға рахмет. Құрметті диссертациялық кеңес мүшелері, диссертантқа қандай сұрақтарыңыз болады? Сұрақ қоюларыңызды сұраймын. Мархабат. Кімде қандай сұрақ бар? Кім бастайды? Пожалуйста, вопросы. Василий Викторович. Вопросы. Да, спасибо. Можно, да? Карбек Тагаевич. Пожалуйста, Василий Викторович, давайте. Ага, спасибо большое. Ермек, подскажи, пожалуйста, в чем заключается основное практическое значение регрессионной модели? Жауап бере беремін, иә?
Да. Регрессиялық модельдің басты практикалық маңызы неде деген сұрақ. Модель ультрадыбыстық сәуле шығарғыштардың саны, қуаты және орналасуы өзгерген кезде бөлшектердің тұну үрдісін қалай өзгеретінін алдын ала болжауға мүмкіндік береді. Бұл конструкцияны жобалау кезінде эксперименттер санын азайтуға жағдай жасайды. И спасибо. И второй вопрос. Насколько согласуется математическая модель и экспериментальные результаты? Мгм. Модель бөлшек массасының уақыт бойынша өзгеру бойынша артуын және оның төмендеуіне жылдам тынуын болжайды. Экспериментте ультрадыбыстық әсер кезінде тұнған бөлшектер массасының айтарлықтай өсуі тіркелді. Бұл модельдің сапалық және сандық тұрғыдан адекватты екенін көрсетті. Спасибо большое. У меня нет вопросов. Рахмет. Кырмызы Гениатовна. Викторович, рұқсат па? Жоқ, маз. Қазір Кырмызы Гениатовна сіз беріңізші бірінші, кейін. Жоқ, менде сұрақ жоқ. Сұрақ жоқ па? Ғабит Бақытұлы, мархабат, сізге кезек. Менде бір сұрақ енді екі тармағымен. Мынау эксперименттік жұмысты бос жүрісте жүргізген сияқты, тартым режимінде, яғни жүктеме режимдерінде бұл қондырғы қалай жұмыс жасайды, және мынау тракторда жүргізген ғой, оның динамикалық, яғни тербелмелі жағдайларда қалай өзін көрсетеді бұл қондырғы, соны қарастырыңыздар ма? Рахмет. Өте жақсы орынды сұрақ әрине. Біз тек қана тоқтап тұрған күйінде, жаңағы сіз айтқанда жүктемесіз зерттеу жүргіздік. Бізге негізгі мәселе ультрадыбысымыз қалай әсер етеді, өзгерістер енгізе аламыз ба, соны бірінші зерттеп алдық. Ал жаңағы динамикалық кездегі, қозғалыс кезіндегі зерттеулер болашақтағы зерттеулерді әлі талап етеді. Болашақта жұмыс жасаймыз. Рахмет. Тағы сұрақтар? Рұқсат па, Викторович? Бақтияр Даниярович, мархабат. Рахмет, Викторович. Менің бірінші сұрағым, осы ультрадыбыстық тазалау құрылғыларын қолдану алдында қандай тағы да тазарту құрылғылары мен жүйелерін қарастырдыңыз? Жаңағы рециркуляциялау жүйелері қандай нелер бар екен айтып берейін да? Иә. Міне. Каталитикалық бейтараптандырғыштар, күйе сүзгілері, пайдаланған газдар рециркуляциялау жүйелері, осындай жүйелер қарастырылды диссертациялық жұмыс жазу кезінде. Рахмет. Екінші сұрағым, эксперименттік талдау, эксперименттік жұмыстарды жүргізу кезінде ең оптималды жұмыс режимі қандай айналым санында болды? Қозғалтқыш үшін ең оптималды. Мың 500 айналым кезінде қазір. 1500 айналым. Рахмет. Болады ма сұрақ, Карибек Таевич? Сіз жауап қанағаттанарлы ма? Иә, Карибек Таевич, жауап қанағаттанарлық. Яна Кенжебайқызы, мархабат. Сұрақ беріңіз. Ермек Кенжебайқызы, айтып жүресіз бе, ультрадыбыстық бәсеңдеткіш ұзақ мерзімді пайдалану кезінде, жаңағы жоғары температура, діріл кезінде қалай жұмыс істейді? Сынақтар жүргізілді ма? Оның сенімділігі бойынша. Біз өзіміз эксперимент жүргізген уақытта 5 минуттан болды. Ол кезде өзгерістер болған жоқ. Температураға штаб берді. Қалғандары енді болашақ зерттеулер талап етеді. Бізге дұрыс болды. Екінші сұрақ қойсам, жаңағы ұсынып отырған құрылғының енгізудің экономикалық тиімділігі жаңағы дәстүрлі газ тазарту жүйелерімен салыстырғанда қандай болып шықты? Мысалы, жаңағы катализатордан құны әлде қайда арзан болды. Және қондырылған жеке
қосымша бөлінген қаражатты біз жарты жылда ақтап алатындай болдық. Есептеулер барысында кестеде көрсетілген есептеулер нәтижелері. Иә, жаңа көрсеттіңіз ғой, жақсы, рахмет. Қазір слайд көрсетіліп тұрған жоқ па? Слайд көріп тұр. Жоқ, көрдім. Көрініп тұр. Тағы сұрақ бар ма? Яна Кенжебайқызы болдыңыз ба? Болдым, рахмет. Тағы кімде сұрақ бар? Мархабат. Мүмкін бір сұрақ. Шынболат Мансұралиевич, сіз ба? Иә, рұқсат етсеңіз. 38-ші слайд бойынша еді, мынау 6 сәуле сарытқыш қосылған ғой. Сол сәуле сарытқыштардың саны неге 6 етіп алынды? 5, 7 сәуле сарытқыш қойса қалай болатын еді? Өте орынды сұрақ әрине. Біз жалпы сәуле шығарғыштарды өзіміз ойша ала салдық, қалай әсер ететін. Бірақ олардың ара қашықтықтары қандай болатын, нешеуі әсер еткенде қанша әсер ететін, және эксперимент барысы бойынша бізде барлық 6 ультрадыбыс әсер еткен кезде өте тиімді болатын дәлелденді. Сондықтан негізі 6 деген біз жай өз ала салдық. Рахмет. Тағы сұрағыңыз бар ма, Шынболат Мансұралиевич? Жоқ, барлығы түсінікті, рахмет. Ербол Серікович, сұрақ бересіз ба? Жоқ, сұрақтарыңыз жоқ. Тағы кімде сұрақ бар? 22-ші слайдты ашасыз ба? Ашам. Жиырма бір екен. 21-ші. Мынау вертикалды ультрадыбысты бәсеңдеткіш сұлбасы берілген. Дұрыс па? Иә. Енді сіздер мынау ультрадыбысты бәсеңдеткіш. Мені осы жерде қызықтырып тұрған мәселе бәсеңдеткіш деген сөздің мағынасы. Бұл ультрадыбысты пен байланысты ма бәсеңдеткіш, немесе мына құрылымның өзі или осылай аталады ма, бұл қалай? Жоқ, ультрадыбысқа оның қатысы жоқ. Бәсеңдеткіш деген орысша айтқанда глушитель ғой. Сол глушительға осы ультрадыбыстарды қоямыз. Бәсеңдеткіш. Түсінікті. Енді айтыңызшы, осы құрылымға патент алынған ба? Патент алынбады, дегенмен жаңағы автор құқықтар алынды. Жақсы. Өндіріске енгізу бойынша қандай жұмыстар орындалды? Өндіріске енгізу мәселесі бойынша Горкомтранс Қарағанды Горкомтранс Қарағандымен келісім бар, және де онымен акт жасалынды. Демек, қызығушылық бар өндіріс жағынан? Иә, бар. Жақсы. Тағы бір сұрақ, мынау вертикалды екен. Біз осыдан бұрынғы бір диссертациялық жұмыста горизонтал көріністегі бәсеңдеткішті де қарастырған сияқты едік. Дұрыс па? Не айырмашылығы бар? Артықшылығы неде сіздің конструкцияның? Горизонталды бәсеңдеткіштерде негізінде жаңа тұнбалар, ауырлық күштері қарастырылмаған. Себебі ол ауырлық күшіне ара қашықтық мүлдем аз болады. Коагуляциялану процесі тез жүреді. Вертикал сіздің құрылым конструкцияда ма? Жоқ, горизонталь түрде ауырлық күші ескерілмеген. Вертикаль түрде жаңағы ауырлық күштері ескерілген. Яғни mg қосымша ескерілген. Жақсы, рахмет. Құрметті диссертациялық кеңес мүшелері, тағы да сұрақтарыңыз бар ма диссертантқа? Егер сіздердің басқа сұрақтарыңыз болмаса, онда ғылыми кеңесшілер мен ресми рецензенттердің пікірлерін тыңдауға көшеміз. Осы жерде мен сіздерге назарларыңызға таныстырып өтейін. Қазір бізге қосылды шетелдік кеңесші
Лукаш Варгула, профессор, PhD, техникалық ғылымдарының докторы, Познан технологиялық университеті, Польша. Вы здесь? У вас отключен звук отключен у вас. Уважаемый Лукаш Варгула, вы слышите нас? Hello, yes, I listen. Окей. Ондай болса бастайық. Отандық ғылыми кеңесші Кадиров Адил Суратович, техника ғылымдарының докторы, көлік техникасы және логистикалық жүйелер кафедрасының профессор зерттеушісіне сөз беріледі. Мархабат. Диссертационная работа Дусимбаева направлена на решение актуальной задачи, связанной с повышением эффективности очистки выхлопных газов дизельных двигателей, дорожестроительной и специальной техники путем применения физического метода интенсификации коагуляции твердых частиц с использованием трофикового воздействия. Существует проблема работы дизельных двигателей на большегрузных автомобилях, на экскаваторах, фронтальных погрузчиков. Число оборотов там незначительно, до 2000, как раз этот диапазон Ермек Шуншибекович исследовал, а загрязнение атмосферы высокое. Поэтому было решено повысить мощность очистки за счет увеличения числа ультразвуковых излучателей. Эту работу диссертант блестяще решил и аналитическим путем, и экспериментальным путем. Аналитические результаты подтверждены экспериментально. Эта работа готова уже к внедрению в производство. Работа делалась в рамках грантового проекта, разработка методики расчета, режима и так далее. Работа выполнялась тщательно. Ермек Шуншибекович, бывший офицер, танкист, привык работать тщательно, как положено офицеру. Работа сделана на высоком уровне. Достоверность не вызывает сомнений, поскольку подтверждены экспериментально. Научные положения представляют действительно новизну, потому что определяется именно новизной конструкции. Практическая значимость заключается в возможности применения этого модульного ультразвукового глушителя для снижения выбросов загрязняющих веществ тяжелой техники. Структура диссертации логична. Перспективы диссертации имеет. Надо будет в дальнейшем поработать над расположением ультразвуковых излучателей по радиусу, чтобы создавать еще и вихревые движения для повышения коагуляции. Соискатель проявил высокий уровень самостоятельности, продемонстрировал глубокие теоретические знания и практические навыки в области транспортной техники, акустики, математического моделирования, а также способность постановке и решению сложных научно-технических задач. Диссертационная работа Дюсенбаева Ермека Шуншибековича является завершенной научно-квалификационной работой, в которой решена важная научно-техническая задача в области очистки выхлопных газов дизельных двигателей транспортной техники. Работа соответствует требованиям, предъявляемым диссертацией, ее автор заслужит присуждения степени доктора философии PhD по образовательной программе 8D 07102 транспорт, техника и технологии. Научный консультант профессор Кадыров. Благодарю. Рахмет. Келесі сөз отандық ғылыми кеңесші Кукешева Алия Бакибаевна, философия докторы PhD, көлік техникасы және логистикалық жүйелер кафедрасының профессор ассистентіне беріледі. Мархабат. Рахмет. Құрметті диссертациялық кеңес мүшелері, жаңағыда айтып өткендей, бұл диссертациялық жұмыс карьерлік жол құрылыс және коммуналдық арнайы техникаларда қолданылатын дизельді қозғалтқыштардың шығарындыларын азайтуға бағытталған. Жалпы жұмыста ультрадыбыстық бәсеңдеткіштің жаңа құрылымы ұсынылған.
Вертикал компоновкадағы ультрадыбыстық бәсеңдеткіш жалпы бөлшектердің, газ бөлшектерінің тону деңгейін арттыруға мүмкіндік береді. Сонымен қатар бұл құрылымның ерекшелігі оның модульдік принципте жасалуында, яғни оны әртүрлі техника түрлеріне және пайдалану жағдайларына бейімдеп орнатуға болады. Жалпы зерттеу барысында ультрадыбыстық өрісте газ құрамындағы қатты бөлшектердің қозғалысы, коагуляциясы және тұну процесі кешенді түрде қарастырылып, осы процестерді сипаттайтын математикалық модель және тәуелділіктер алынған. Эксперименттік нәтижелер ұсынылған құрылғының тиімділігін көрсетті. Ультрадыбыстық әсер нәтижесінде бір бөлшектер іріленіп, олардың тынуы күшейеді. Соның арқасында газдың түтінділігі төмендейді. Сонымен қатар, жұмыста құрылғы параметрлерін таңдауға арналған ұқсастық критерийлер мен есептеу әдістемесі ұсынылған. Осы әдістеме арқылы жалпы бұл компоновкадағы ультрадыбыстық бәсеңдеткішті әртүрлі техникада қолдануға болады. Ұсынылған модульдік шешім арнайы техниканың экологиялық тиімділігін арттыруға бағытталған және практикалық енгізуге дайын деп бағаланады. Докторант зерттеу жұмысын жоғары деңгейде орындады, ғылыми талдау жүргізу қабілеті қалыптасқан, қойылған міндеттерді толық орындаған. Жалпы Ермек Шүйіншібек өзінің жақсы қырынан көрсетті, диссертациялық жұмысты толыққанды орындады. Бүгінгі қобалжуға қарамастан жалпы өзінің диссертациялық жұмысын жоғары деңгейде көрсетті. Осыған байланысты диссертация талаптарға толық сәйкес келеді, ал оның авторы философия докторы PhD дәрежесін алуға лайық деп есептеймін. Рахмет. Келесі пікірін оқып естіру үшін сөзді шетелдік кеңесші Лукаш Варгула, профессор, PhD, техникалық ғылымдарының докторы, Познан технологиялық университеті, Польшадан қатысып отыр. Мархабат, Лукаш Варгула. Yes, hello. Well, Lucas, we hear you. You can read your review for this work. Okay. Mhm. Okay. Mm. Okay. Yes, maybe I short read my opinion. This research is very interesting. The Professor Kadyrov group is science. I looking in the world literature is very interesting because the only one group in the world this type research. The effects this research is very good. He reduction emission and reduction the ppm, so it's very good. It's my opinion. The dissertation is very good. Every aspect is good. The research is good. The theoretical analysis is okay, and the model is good. So I think it's the good not the good work. Yes, I think in my review is the open. So maybe if you're interested in detail, if you read. So thank you very much. Yeah. Thank you, Lucas, for your opinion. Кіребек Тұғаш, рұқсат болса, мен Лукаштың Варгуланың соңғы рекомендациясын оқып тастайын қазақ тілінен, иә? Рұқсат болса. Әрине. Құрметті кеңес мүшелері, құрметті төраға, Лукаш Варгуланың отзывы ағылшын қазақ тіліне аударылған. Осы ресми пікірдің қорытындысын оқуға рұқсат етіңіздер. Техника ғылымдарының
Философия докторының кандидаты Дүйсенбаев Ермектің дизельдік қозғалтқышының модульдік ультрадыбыстық бәсендеткішінің құрылымын әзірлеу және жұмысына зерттеу атты докторлық диссертациясы теориялық және практикалық құндылығы бар заманауи және аяқталған ғылыми зерттеу болып табылады. Жұмыс докторлық диссертацияларға қойылатын талаптарға сәйкес келеді және 8-07-102 көлік техникасы және технологиялары білім беру бағдарламалы шеңберінде 8-071 инженерия және инженерлік іс қызметі бағыты бойынша философия докторы PhD дәрежесін ізденуге қорғауға жіберілуі мүмкін деп санаймын. Осымен мен кеңеске техника ғылымдарының Дүйсенбаев Ермекке ерекше мәртебе беру туралы ұсыныс енгіземін. Шетелдік ғылыми жетекші ғылыми доктор Лукаш Варбула, профессор Познан технологиялық университеті. Отзыв ағылшын және польш тілінен қазақ тіліне аударылған Қосымбаева Эльмира Шакисадовна нотариуспен расталған. Рахмет. Рахмет. Келесі сөзді енді рецензенттер тыңдасақ. Сөз ресми рецензент, техника ғылымдарының кандидаты, Қарағанды индустриялық университеті, технологиялық машиналар және көлік кафедрасының меңгерушісі Бестенбек Ербол Серікұлына беріледі. Мархабат. Дүйсенбаев Ермек Шеншбекұлының докторлық диссертациясына пікірі. 1.1. Ғылыми дамудың басым бағыттарына және немесе мемлекеттік бағдарламаға сәйкестігі. Диссертациялық жұмыс ғылыми дамудың басым бағыттарына толық сәйкес келеді. Зерттеу нәтижелері экологиялық қауіпсіздікті арттыруға, көлік саласындағы зиянды шығарындыларды төмендетуге бағытталған. Бұл қазіргі таңда өзекті мемлекеттік бағдарламалардың негізгі басымдықтарының бірі болып табылады. Сонымен қатар, жұмыс Қазақстан Республикасының индустриялық инновациялық даму стратегиясымен және жасыл технологияларды енгізу бағытындағы бастамалармен үйлеседі. Ұсынылған техникалық шешімдер экологиялық стандарттарды жетілдіруге және көлік техникасының тиімділігін арттыруға нақты үлес қосады. Диссертациялық жұмыс AR 26-19-71-13 көлік техникасының пайдаланған газдарын ультрадыбыстық және лазерлік сәулелену арқылы тазалау үшін жұмыс режимдерін есептеу әдісімен құрылғылар конструкциясын және материалдарын әзірлеу атты гранттық жобаны орындау аясында 29 қыркүйек 2025 жылы номері 309/25-27 келісімшарт жүзеге асырылған. Екінші, жұмысқа елеулі үлесін қосады, ал оның маңыздылығы асырылған. Диссертациялық жұмыс ғылымға елеулі үлес қосады және оның маңыздылығы толық ашылған. Зерттеу барысында дизельді қозғалтқыштардың пайдаланылған газдарын тазарту саласында жаңа ғылыми техникалық шешімдер ұсынылған. Атап айтқанда, вертикаль модульді ультрадыбыстық бәсендеткіштің құрылымы мен жұмыс істеу ерекшеліктері негізделген. Үшінші, өзі жазу деңгейі жоғары. Диссертациялық жұмыс іздеуші тарапынан дербес орындалған ғылыми зерттеу болып табылады. Зерттеу барысында қойылған мақсат пен міндеттер толық көлемде шешіліп, теориялық талдау, есептік негіздеме және эксперименттік жұмыстар автордың тікелей қатысуымен жүзеге асырылған. Алынған ғылыми нәтижелер, тұжырымдар мен ұсыныстар ізденушінің жеке ғылыми еңбегінің нәтижесі болып табылады. 4.1. Диссертацияның өзектілігінің негіздемесі. Негізделген. Диссертация тақырыбы дизельді қозғалтқыштардың пайдаланған газдардың экологиялық әсерін төмендетуге бағытталған, қоршаған орта қорғау талаптарының күшеюіне байланысты ұсынылған ультрадыбыстық технологияларды зерттеу өзекті болып табылады.
4.2. Диссертация мазмұны диссертация тақырыбының айқындайды. Диссертация мазмұны зерттеу тақырыбының негізгі бағытын нақты көрсетеді. Жұмыста қарастырылған теориялық талдаулар, математикалық модельдеу және эксперименттік зерттеулер тақырыптың мазмұны жүйелі түрде ашық. Диссертация тақырыбына толық сәйкес келеді. 4.3. Мақсаты мен міндеттері диссертация тақырыбына сәйкес келеді. Диссертациялық жұмыстың мақсаты мен міндеттері зерттеу тақырыбына толық сәйкес келеді. Қойылған міндеттер жұмыстың негізгі мақсатына қол жеткізуге бағытталған және зерттеу барысында жүйелі түрде қарастырылған. 4.4. Диссертацияның барлық бөлімдері мен ережелері логикалық байланысқан, толық байланысқан. Диссертацияның тараулары логикалық бірізділікпен құрылған және мазмұны жағынан өзара тығыз байланысқан. Негізгі ғылыми тұжырымдар мен қорытындылар зерттеудің жалпы логикасына сәйкес жүйелі түрде баяндалған. 4.5. Автор ұсынған жаңа шешімдер, қағидаттар, әдістер дәлелденіп, бұрыннан белгілі шешімдермен салыстырылып бағаланған. Сыни талдау бар. Автор ұсынған жаңа ғылыми шешімдер мен әдістер теориялық және эксперименттік тұрғыдан негізделген. Сонымен қатар, олар бұрыннан белгілі ғылыми техникалық шешімдермен салыстырылып, олардың тиімділігі тиісті деңгейде бағаланған. 5.1. Ғылыми нәтижелер мен ережелер жаңама толығымен жаңа. Ғылыми нәтижелер жаңа болып табылады. Автор пайдаланылған газдарды ультрадыбыстық әсер арқылы тазарту процесті зерттеп, модульдік ультрадыбыстық бәсекелестіктің тиімділігін теориялық және эксперименттік тұрғыдан дәлелдеген. 5.2. Диссертацияның қорытындылары жанама толығымен жаңа. Диссертациялық жұмыстың қорытындылары ғылыми жаңалығымен ерекшеленеді. Зерттеу барысында дизельдік қозғалғыштардың пайдаланылған газдарды азайтуға бағытталған модульдік ультрадыбыстық бәсекелестіктің жаңа конструкциясын ұсынылып, оның жұмыс процесінің математикалық моделі жасалған. 5.3. Техникалық, технологиялық, экономикалық немесе басқару шешімдері жаңа және негізделген бе. Толығымен жаңа. Зерттеу барысында ұсынылған техникалық және технологиялық шешімдер жаңа болып табылады. Жаңа және ғылыми тәжірибелік тұрғыдан негізделген. Модульдік ультрадыбыстық бәсекелестіктің жетілдірілген құрылымы мен оны қолдану әдістері зерттеу нәтижелерімен дәлелденіп, пайдаланылған газдардың экологиялық көрсеткіштерін жақсартуға мүмкіндік беретін көрсетілген. 6. Барлық негізгі қорытындылар ғылыми тұрғыдан қарағанда ауқымды дәлелдемелерде негізделген. Диссертациядағы барлық негізгі қорытындылар ғылыми тұрғыдан жеткілікті ауқымды дәлелдемелерге негізделген және теориялық әрі эксперименттік зерттеулер нәтижелерімен дәлелденген. 7.1. Ереше дәлелденді ме? Дәлелденді. Диссертация қорғауға шығарылған негізгі ережелер ғылыми зерттеу нәтижелерімен негізделіп, тәжірибелік деректер арқылы дәлелденген. 7.2. Тривиалды ма? Жоқ. Диссертацияда ұсынылған нәтижелер мен қорытындылар тривиалды емес. Олар ғылыми жаңалығы бар зерттеу нәтижелеріне негізделген. 7.3. Жанама? Иә. Диссертация нәтижелері ғылыми жаңалық элементтеріне ие
және ұсынылған техникалық шешімдер зерттеу барысында алғаш рет негізделген. 7.4. Қолдану деңгейі кең. Зерттеу нәтижелерін қолдану деңгейі жоғары. Ұсынылған техникалық шешімдер автокөлік техникасында пайдаланылған газдардың экологиялық көрсеткіштерін жақсарту мақсатында қолданылуы мүмкін. 7.5. Мақалада дәлелденген бе? Иә. Диссертацияда алынған негізгі нәтижелер ғылыми мақалаларда жарияланып, олардың ғылыми негізділігі мен дәлелденгендігі көрсетілген. 8.1. Әдіснаманы таңдау негізделген немесе әдіснама нақты жазылған. Иә. Диссертациялық зерттеуде қолданылған әдіснама нақты көрсетілген және зерттеу логикасына сай таңдалған. Әдістердің дұрыс іріктелуі алынған ғылыми нәтижелердің сенімділігін қамтамасыз етеді. 8.2. Диссертация жұмысының нәтижелері компьютерлік технологияларды қолдану арқылы ғылыми зерттеулердің қазіргі заманы әдістері мен деректері өңдеу және интерпретациялау әдістемелерін пайдала отырып туған. Иә. Диссертациялық жұмыстың нәтижелері компьютерлік технологияларды қолдану арқылы алынған және ғылыми зерттеудің заманауи әдістерін, сондай-ақ деректерді өңдеу мен интерпретацияның тиімді әдістемелерін пайдалы негізде жазылған. 8.3. Теориялық құрылымдылар, модельдер анықталған өзара байланыстар және заңдылықтар эксперименттік зерттеулермен дәлелденген және расталған. Иә. Зерттеу барысында жасалған теориялық тұжырымдар, модельдер және анықталған заңдылықтар эксперименттік зерттеулер нәтижелерімен негізделіп, олардың дұрыстығы тәжірибе жүзінде расталған. 8.4. Маңызды мәлімдемелер нақты және сенімді ғылыми әдебиеттерге сілтемелермен расталған. Диссертацияда ұсынылған негізгі тұжырымдар мен мәлімдемелер белгілі ғылыми әдебиеттерге берілген сілтемелермен дәлелденген. 8.5. Пайдаланылған әдебиеттер тізімі әдеби шолуға жеткілікті. Пайдаланылған әдебиеттер тізімі диссертациялық жұмыстың әдеби шолуын жақсыға жеткілікті және зерттеу тақырыбын жан-жақты қамтиды. 9.1. Диссертацияның теориялық маңызы бар. Диссертациялық жұмыстың нәтижелері ғылыми тұрғындар маңызды болып табылады және зерттеу саласының теориялық негіздерін толықтыруға үлес қосады. 9.2. Диссертацияның практикалық маңызы бар және алынған нәтижелерді практикада қолдану мүмкіндігі жоғары. Иә. Диссертацияның практикалық маңызы бар, ал алынған ғылыми нәтижелерді өндірісте және тәжірибеде қолдану мүмкіндік жоғары. 9.3. Практикалық ұсыныстар жанама толығымен жаңа. Ұсынылған практикалық ұсыныстар жаңалығымен ерекшеленеді және зерттеу нәтижелері негізінде әзірленген. 10. Академиялық жазу сапасы жоғары. Диссертацияның академиялық жазу деңгейі жоғары, жұмысты рәсімдеу белгіленген талаптарға сәйкес орындалған. Бұл тұрғыда елеулі ескертулер жоқ. Ресми рецензенттің шешімі. Дүйсенбаев Ермек Шөншібекұлының дизельді қозғалтқыштың модульдік ультрадыбыстық бәсендеткіштің құрылымын әзірлеу және жұмысын зерттеу тақырыбындағы диссертациялық жұмысы 8.071 инженерия және инженерлік іс бағыты бойынша
8D 07102 көлік техникасы және технологиялары докторантурасы білім беру бағдарламасы аясында философия докторы PhD дәрежесін алу үшін ұсынылған және орындалу деңгейін жоғары болуымен өзекті практикалық міндетті шешуімен ерекшеленеді. Жұмыста арнайы техниканың пайдаланылған газдарды тазарту саласында және дизельді іштен жану қозғалтқыштарының газдарды тазарту желісінің жұмысын жетілдіру бағытында жаңа ғылыми нәтижелер алынған. Зерттеудің ішкі логикалық бірізділігі сақталған және қолданыстағы нормативтік талаптарға толық сәйкес келеді. Мен Дүйсенбаев Ермек Шөншібекұлының ұсынылған диссертациялық жұмысы Қазақстан Республикасы ғылым және жоғары білім сапаны қамтамасыз ету комитеті белгілеген философия докторы PhD дәрежесіне қойылатын талаптарға толықтай сай келеді деп есептеймін. Және 8D071 инженерия және инженерлік іс даярлау бағыты бойынша 8D07102 көлік техникасы және технологиялары білім беру бағдарламасы аясында философия докторы PhD дәрежесін беруге ұсынуға болады деп санаймын. Ресми рецензент Агроиндустриялық университеті технологиялық машиналар және көлік кафедрасының меңгерушісі, доцент техникалық ғылыми кандидаты Бестенбек Ербол Серікұлы. Рахмет. Рахмет, Ербол Серікұлы. Келесі сөз ресми рецензент, философия докторы PhD, Гумилев атындағы Еуразия ұлттық университеті көлік инженериясы кафедрасының доценті Балабекова Қырмызы Гинаятовнаға беріледі. Мархабат. Дүйсенбаев Ермек Шөншібекұлының 8D0702 көлік техникасы және технологиялар білім беру бағдарламасы бойынша философия доктор дәрежесін алу үшін ұсынылған дизельді қозғалтқыштың модульдік ультрадыбыстық бәсендеткішінің құрылымын әзірлеу және жұмысын зерттеу тақырыбындағы докторлық диссертациясына ресми рецензенттің жазбаша пікірі. Диссертация тақырыбының ғылымны дамыту бағыттарына және мемлекеттік бағдарламаға сәйкес болуы. Диссертациялық жұмыс ғылыми дамудың басым бағыттарына сай келеді. Зерттеу нәтижелері көлік құралдарының қоршаған ортаға әсерін азайтуға және экологиялық қауіпсіздікті арттыруға бағытталған. Бұл қазіргі мемлекеттік саясаттың маңыздылықтарының бірі болып табылады. Сонымен қатар жұмыс индустриялық инновациялық даму стратегиясының мақсаттарымен және экологиялық таза технологияларды енгізу бағыттарымен үйлесімді. Ұсынылған техникалық шешімдер экологиялық талаптарды жетілдіруге және көлік техникасын жұмысының тиімділігін арттыруға елеулі ықпал етеді. Диссертациялық зерттеу АП 261-97-113 көлік техникасын пайдаланылған газдардың ультрадыбыстық және лазерлік сәулелену арқылы тазарту үшін жұмыс режимдерін есептеу әдістерін, құрылғылардың конструкциясын және материалдарын әзірлеу атты гранттық жоба шеңберінде орындалған. Ғылым үшін маңыздылығы жұмыс ғылымға елеулі үлесін қосады. Ал оның маңыздылығы ашылған. Диссертациялық жұмыстың ғылымға қосатын үлесі бар және оның маңыздылығы ашылған. Ұсынылған ғылыми нәтижелердің жаңалық деңгейі мен олардың қолданыстағы шешімдерден артықшылығы негізделген. Зерттеу нәтижелері экологиялық бағытта өзекті болып табылады және олардың ғылыми қауымдастық үшін маңызы жеткілікті деңгейде дәлелденген. Жалпы жұмыстың ғылыми үлесі жан-жақты ашылып, алынған нәтижелер нақты және негізді тұжырымдармен расталған. Өзі жазу принципі өте жоғары, диссертациялық жұмыс жоғары ғылыми теориялық нақты және логикалық тұрғыдан бірізді баяндаған. Жұмыстың құрылымы талаптарға толық сәйкес келеді, мәтіннің жазылу сапасы жоғары, ғылыми стиль сақталған және терминологиялық аппарат орынды қолданылған. Жалпы алғанда диссертацияның орындалу деңгейі жоғары деп бағаланады.
Ішкі бірлік принципі, диссертациялық өзектілігінің негіздемесі негізделген, зерттеу тақырыбы атмосфералық ауаның ластануын азайту және көлік құралдарының экологиялық қауіпсіздігін арттыру мәселелерімен тікелей байланысты. Диссертациялық жұмыста ұсынылған ультрадыбыстық әсерді қолдану арқылы пайдаланылған газдардың құрамын жақсарту мәселесі қазіргі ғылыми техникалық талаптарға сәйкес келеді. Сондықтан тақырыптың өзектілігі толық негізделген. 4.2 диссертация мазмұны диссертация тақырыбын айқындайды. Диссертацияның мазмұны зерттеу тақырыбына толық сәйкес келеді. Жұмыстың барлық бөлімдері мен тараулары модульдік ультрадыбыстық бәсеңдеткішті зерттеу және пайдаланылған газдардың экологиялық көрсеткіштерін жақсарту мәселелерін ашуға бағытталған. Осыған байланысты диссертация мазмұны тақырыптың мәнін толық айқындайды. 4.3 мақсаты мен міндеттері диссертация тақырыбына сәйкес келеді. Диссертацияда қойылған мақсат пен міндеттер зерттеу тақырыбының мазмұнына сәйкес анықталған, олар жұмыстың негізгі бағыттарын айқындап, зерттеу мәселелерін кешенді түрде шешуге мүмкіндік береді. 4.4 диссертацияның барлық бөлімдері мен ережелері логикалық байланысқан, толық байланысқан, диссертация тараулары бірізділік қағидатына сай құрылған және мазмұны жағынан өзара сабақтас, негізгі ғылыми тұжырымдар мен қорытындылар зерттеу логикасын толық сақтай отырып ұсынылған. Автор ұсынған жаңа шешімдер дәлелденіп бұрыннан белгілі шешімдермен салыстырылып бағаланған сыни талдау бар. Диссертацияда ұсынылған жаңа қағидаттар мен әдістер ғылыми тұрғыдан дәлелденген, автор оларды қолданыстағы шешімдермен салыстыра отырып талдау, ұсынылған тәсілдердің артықшылықтарын негіздеп көрсеткен. Ғылыми жаңашылдық принципі. 5.1 ғылыми нәтижелер мен ережелер толығымен жаңа, ғылыми зерттеу нәтижелер мен ұсынылған ережелер жаңалығымен ерекшеленеді. Диссертацияда модульдік ультрадыбыстық бәсеңдеткіштің конструкциясы ұсынылып, пайдаланылған газдарды ультрадыбыстық әсер арқылы тазарту процесінің математикалық моделі мен ұстаздық критериялары негізделген. 5.2 диссертацияның қорытындылары толығымен жаңа, диссертацияда алынған қорытындылар ғылыми жаңалық элементтеріне ие, автор пайдаланылған газдарды ультрадыбыстық әсер арқылы тазартуға арналған модульдік бәсеңдеткіштің құрылымын жетілдіріп, оның жұмыс істеу ерекшеліктерін зерттеген. Жүргізілген эксперименттік зерттеулер нәтижелері ұсынылған әдістің экологиялық көрсеткіштерді жақсартуға мүмкіндік беретінін дәлелдейді. 5.3 технологиялық, техникалық, экономикалық және басқа шешімдері толығымен жаңа. Диссертацияда ұсынылған техникалық және технологиялық шешімдер ғылыми тұрғыдан негізделген және жаңалық элементтеріне ие. Автор пайдаланылған газдарды тазартуға арналған вертикал модульдік ультрадыбыстық бәсеңдеткіштің конструкциясын ұсынған, оның жұмыс істеу қағидалары теориялық және эксперименттік зерттеулер арқылы дәлелденген. Алынған нәтижелер ұсынылған шешімдердің тиімділігін және олардың практикада қолданылу мүмкіндігін көрсетеді. Негізгі қорытындылардың негізділігі. Барлық негізгі қорытындылар ғылыми тұрғыдан қарағанда ауқымды дәлелдемелерде негізделген. Зерттеу жұмысының негізгі қорытындылары ғылыми талдау нәтижелеріне сүйеніп алынған, теориялық және тәжірибелік деректер арқылы негізделген. 7. Қорғауға шығарылған негізгі ережелер. Әрбір ереже бойынша келесі сұрақтарға жеке-жеке жауап берілген. 7.1 ереже дәлелденді ме? Дәлелденді. Қорғауға ұсынылған негізгі ережелер теориялық талдау және жүргізілген эксперименттік зерттеулер нәтижелер арқылы толық дәлелденген. Ұсынылған ғылыми нәтижелер тривиалды сипатқа ие емес. Олар жүргізілген теориялық және эксперименттік зерттеулер арқылы негізделген. Жаңа ма? Иә. Диссертацияда алынған ғылыми нәтижелер мен қорытындылар жаңа болып табылады және жүргізілген теориялық және эксперименттік зерттеулермен негізделген. Қолдану деңгейі кен. Диссертациялық нәтижелері арнайы техника және автокөлік саласында, әсіресе дизельді қозғалтқыштардың пайдаланылған газдарын тазарту жүйелерін жетілдіруге қолдануға болады.
Мақалада дәлелденген бе? Иә, зерттеу нәтижелері жарияланған ғылыми мақалаларда көрініс тауып, ұсынылған тұжырымдардың дұрыстығы мен негізділігі дәлелденген. 8-ші, дәйектілік қағидаты, дереккөздері мен ұсынылған ақпараттық дәйектілігі. Әдіснаманы талдау негізделген немесе әдіснама нақты жазылған. Иә, диссертациялық жұмыста зерттеу әдіснамасы негізделген түрде талданған және зерттеу мақсаты мен міндеттеріне сәйкес нақты сипатталған. Ұсынылған әдістер жұмыстың ғылыми нәтижелеріне қол жеткізуге мүмкіндік береді. 8-2. Диссертация жұмысының нәтижелері компьютерлік технологиялық қолдану арқылы ғылыми зерттеулердің қазіргі заманғы әдістері мен деректерді өңдеу және интерпретациялау әдістемелерін пайдалана отырып алынған. Иә, зерттеу нәтижелері қазіргі заманғы компьютерлік технологияларды қолдану, ғылыми зерттеудің заманауи әдістері мен алынған деректерді өңдеу және талдау әдістемелерін пайдалану арқылы алынған. 8-3. Теориялық қорытындылар, модельдер, анықтамалар өзара байланыстар және заңдылықтар эксперименттік зерттеулермен дәлелденген және расталған. Иә, диссертациялық жұмыста алынған теориялық қорытындылар, ұсынылған модельдер анықталған, өзара байланыстар мен заңдылықтар жүргізілген, эксперименттік зерттеулер нәтижелерімен дәлелденіп расталған. 8-4. Маңызды мәлімдемелер, нақты және сенімді ғылыми әдебиеттер сілтемелерімен расталған. Жұмыста келтірілген маңызды мәліметтер нақты және сенімді ғылыми әдебиеттерге жасалған сілтемелер арқылы негізделген. 8-5. Пайдаланған әдебиеттер тізімі әдеби шолуға жеткілікті. Диссертацияда берілген пайдаланған әдебиеттер тізімі зерттеу тақырыбы бойынша әдеби шолуды жүргізуге жеткілікті деңгейде қамтылған. 9-шы, практикалық құндылықтар қағидаттар. Диссертацияның теориялық маңызы бар. Диссертацияда алынған ғылыми нәтижелер зерттелген мәселенің теориялық негіздерін дамыта ықпал етеді және белгілі бір теориялық маңызға ие. 9-2. Диссертацияның практикалық маңызы бар және алынған нәтижелерді практикада қолдану мүмкіндігі жоғары. Иә, зерттеу жұмысының практикалық маңыздылығы айқын, ұсынылған нәтижелер мен тұжырымдамаларды практикада қолдану мүмкіндігі жоғары деңгейде бағаланады. 9-3. Практикалық ұсыныстар толығымен жаңа. Диссертацияда берілген практикалық ұсыныстар ғылыми жаңалығымен сипатталады және олардың тәжірибеде қолдануға болады. Жазылу және рәсімдеу сапасы. Академиялық жазу сапасы жоғары, жұмыстың ғылыми жазу мәдениеті және безендірілу қойылатын талаптары толық сәйкес келеді. Диссертацияны рәсімдеу бойынша ескертулер жоқ. 11-ші, диссертацияға ескертулер жоқ. Және 12-ші, докторант мақалаларының зерттеу тақырыбы бойынша ғылыми деңгейі диссертация мақалалар сериясының сандарында қорғалған жағдайда ресми рецензенттің докторант зерттеу тақырыбы бойынша әр мақаланың ғылыми деңгейін зерделейді. Бұл жерде, яғни ғылыми жұмыс болғандықтан жоқ. Ресми рецензенттің шешімі. Дүйсенбаев Ермек Сүйіншібекұлының дизельді қозғалтқыштың модульдік ультрадыбыстық бәсендеткішінің құрылымын әзірлеу және жұмысын зерттеу тақырыбындағы диссертация жұмысы 8-071 инженерия және инженерлік іс даярлау бағыты және 8-071 көлік техника және технологиялары білім беру бағдарламасы талаптарына толық сәйкес келеді. Диссертациялық жұмыста қойылған ғылыми міндеттер толық шешімін тапқан, алынған нәтижелердің ғылыми жаңалығы теориялық және практикалық маңыздылығы жеткілікті деңгейде негізделген, зерттеу жұмысы жоғары ғылыми жаңалығы теориялық ғылыми деңгейде орындалған, ал автордың қорытындылары мен ұсыныстары негізді және сенімді болып табылады. Жоғарыда баяндалғандан ескере отырып, Дүйсенбаев Ермек Сүйіншібекұлының 8-071 инженерия және инженерлік іс даярлау бағыты және 8-07-102 көлік техника және технологиялар білім беру бағдарламасы бойынша философия доктор дәрежесін беруге орынды деп есептеймін. Ресми рецензент Лев Гумилев атындағы Еуразия ұлттық университетінің көлік инженерия кафедрасының қауымдастырған профессоры, PhD докторант Балабекова Қырмызы Гинаятовна. Қырмызы Гинаятовна, көп рахмет сізге. Құрметті диссертациялық кеңес мүшелері, енді диссертациялық жұмысты талқылауға көшейік. Кімде қандай пікір бар?
Кайбек Кім тагай бастайды? бастап берсем бола ма? Шынполат Мансұралиевич, мархабат. Рахмет. Диссертация жұмысына тыңдай отырып, осы қорытындыға келдім. Қазіргі таңда мына экологияны жақсартуға арналған әрбір ғылыми жұмыс өте өзекті есептеледі. Өйткені экологиямыз бұзылып жатыр. Экология ол адамның демек өмір сүру жасына да тура байланысты болып тұр. Сол маңызда бұл жұмыс өте бір өз уақытында және жетерлі дәрежеде, жеткілікті дәрежеде бажарылған жұмыс екені дәлелденді. Жұмыста жаңа сұрақ бердім ғой, неше точкаға, неше жерге сәуле шығартқыш қою мүмкін. Бұл мәселе шешілген, бұл мәселеге демек регрессиялық модель алынған, ол модельде демек қозғалғыштардың сол сәуле шығартқыштардың саны менен олардың арасында қашықтық байланыстылығы алынған екен. Демек бұл өз орнында демек ультра дыбыстық бәсендеткіштің жаңа құрылымын ұсынған және оны бір емес бірнеше 6 түрлі техникалды қолдану мүмкіндігі айтып өтілді. Демек оның барлығы демек осы жұмыстың демек ғылыми дәреже алу дәрежесінде бажарылған, яғни жеткілікті талаптарға сай және өзекті тақырыпқа байланысты орындалғанын есепке алып, бұл жұмысты қолдап қуаттаймын және осы талап етіліп жатқан ғылыми дәрежеге лайық деп есептеймін. Рахмет сіздерге. Рахмет, Шынполат Мансұралиевич, сіздің шетелдік уақытша диссертациялық кеңестің мүшесі ретіндегі пікіріңіз бізге өте маңызды. Көп рахмет сізге. Тағы да кімде пікір бар? Кайбек тагай, рұқсат па? Бақтияр Даниярович, мархабат. Құрметті төраға, құрметті кеңес мүшелері, бүгінгі тыңдалған диссертациялық жұмысымыз, жаңа Шынполат Мансұралиевич айтып кеткендей, диссертацияларды қорғауға және диссертацияларды докторлық дәрежесін ұсынуға қойылатын талаптарға өте сай болып тұрған жұмыс. Ермек Шемшібекұлы өзінің білікті маман ретінде көрсетті. Диссертациялық жұмысында аналитикалық материалдармен бірге эксперименталдық жүргізілген жұмыстар көрсетілді. Оның нәтижесі расталды, яғни сәйкесінше тексерілді. Сол себепті мен ойымша бұл жұмысты қолдауға кеңес беремін. Мен қолдаймын деген ойым бар. Рахмет. Рахмет. Тағы кімде қандай пікір бар? Василий Викторович. Ғабит. Қайырлы күн. Бақытұлы, мархабат. Қайырлы күн, құрметті төраға, диссертациялық кеңес мүшелері. Бұл диссертациялық жұмысты өзім толықта қарап шықтым және баяндамаларға сәйкес жаңағы одан сайын көзім жетті. Бұл жұмыстың өте жан-жақты зерттелгені. Бұл жұмыс енді барлық теориялық зерттеулермен қатар эксперименттік зерттеулермен толықтырылған және екіншіден алдыңғы жұмыстарды толықтырып отыр. Алдыңғы жұмыстарда жетіспеген зерттелмеген жағын қарастырып отыр. Және де ары қарай бұл жұмысты кеңінен грант қаржыландыру болсын, жеке іздену болсын, ары қарай ізденуге өте үлкен мүмкіндік деп ойлаймын диссертантқа. Диссертант осы ғылыми PhD дәрежесін ізденуге әбден лайықты деп ойлаймын. Жұмыс та сол PhD дәрежесін беруге лайықты деп санаймын. Кеңес мүшелерін қолдайды деп ойлаймын. Мен өзім қолдаймын деп отырмын. Рахмет, сәттілік диссертантқа. Көп рахмет, Ғабит Бақтылы. Василий Викторович очень много вопросов задавал. Да, спасибо. Я тоже поддерживаю диссертацию. Диссертация выполнена на высоком уровне, подтверждена и практически, что немаловажно, и с научной точки зрения, поэтому я поддерживаю диссертацию, буду голосовать за. Спасибо. Спасибо. Тағы да кім пікір білдіреді? Пікір білдірушілер бар ма? Жоқ болса мен өзім қосымша қылайын. Әрине білеміз, бұл ультрадыбыстық тазарту
бағыты бұл Адил Суратович басшылығындағы орындалып жатқан үлкен бір ғылыми бағыт. Міне бүгінгі жұмыста біз соның жалғасын көрдік. Докторант, диссертант сол бұрын орындалған жұмыстармен салыстыра отырып, өзінің ашқан жаңалығын толық бізге көрсете білді. Ғылым, бұл диссертациялық жұмыс тек қана ғылым саласында емес, сондай-ақ өндіріс саласында да бір өзекті мәселені шешіп отыр. Сондықтан мен бұл жұмысты қолдаймын. Диссертантқа сәттілік тілеймін. Рахмет. Рахмет, барлықтарыңызға рахмет. Егер диссертациялық кеңестің барлық мүшелері пікірлерін білдірген болса, онда жасырын дауыс беру рәсіміне өтуді ұсынамын. Үлгі ережеге сәйкес, ғылыми кеңесшілер, тікелей жетекшілер болып табылатын, немесе докторантпен жақын туыстығы бар диссертациялық кеңестің мүшелері, сондай-ақ шақырылған мамандар дауыс беруге қатыспайды. Жасырын дауыс беруге ресми рецензенттер қатысады. Олардың дауыстары диссертациялық кеңес мүшелерінің дауыстарына тең. Дауыс бермес бұрын екі маңызды мәселені нақтылауға рұқсат етіңіздер. Жасырын дауыс беру Google форма арқылы біріктірілген жасырын дауыс беру функциясын қолдана отырып жүзеге асырылады. Отырыстың онлайн өткізілуіне және диссертациялық кеңестің мүшелері диссертациялық кеңес отырысына бейне байланыс бойынша онлайн режимде қатысуына байланысты осылай болып отыр. Дауыс берудің барлық қатысушыларына сілтеме жіберілді. Жасырын дауыс беру нәтижелері Google бағдарламасында кесте түрінде қалыптасады. Есеп комиссиясының төрағасы дауыс беруді есептейді және диссертациялық кеңеске есеп комиссиясының хаттамасын ұсынады. Құрметті диссертациялық кеңес мүшелері, біз есеп комиссиясын сайлауымыз керек. Қандай ұсыныстар бар? Менде келесі құрамда ұсыныс бар. Келесі құрамдағы есеп комиссиясын ұсынамын. Комиссия төрағасы Сүлеев Бақтияр Даниярович, есеп комиссиясының мүшелері Юрченко Василий Викторович, Бестенбек Ербол Серікұлы. Тағы да басқа ұсыныстар бар ма? Жоқ болса, дауысқа салайық. Кім қолдайды? Кім қарсы? Қарсылар жоқ. Кім қалыс қалды? Қалыс қалғандар жоқ. Демек, ұсынылған құрамдағы комиссия бір ауыздан сайланды. Google бюллетенде келесі шешім нұсқаларын ұсынатын дауыс беру формасы көрсетіледі. Бірінші, философия докторы PhD дәрежесін беру үшін комитет алдында өтініш жасау. Екінші, диссертацияны пысықтауға жіберу. Үшінші, диссертацияны қайта қорғауға жіберу. Төртінші, философия докторы PhD дәрежесін беру үшін комитет алдында өтініш беруден бас тарту. Дауыс беруге қатысушылар ұсынылған нұсқалардың бірін таңдауы керек. Дауыс беруге сілтеме Google формасында диссертациялық кеңес мүшелері мен ресми рецензенттерге Google пошталарына жіберіледі. Сонымен қатар, дауыс беруде дауыс беруші жасырын дауыс береді. Жасырын дауыс беру үшін барлық жағдай жаратылған. Процедура үшін дауыс беретін 8 адам, оның ішінде 6 кеңес мүшелері, 2 рецензент, 1 кеңес мүшесі, яғни Адил Суратович Кадыров ғылыми жетекші болғаны үшін дауыс беруге қатыспайды. Комиссияның жұмысқа кірісуін сұраймын.
сондай-ақ диссертациялық кеңес мүшелері мен рецензенттердің дауыс беруін және содан кейін есеп комиссиясының төрағасының жұмысқа кірісуін сұраймын. Мархабат. Бақтияр Даниярович, нәтижелер дайын болғаннан кейін айтасыз ғой бізге. Иә, нәтижесі дайын болғаннан кейін айтамыз. Карибек Тыгаевич, рұқсат па? Иә. Мгм. Құпия дауыс беру нәтижелерін жариялау үшін есеп комиссиясының төрағасына сөз беріледі. Мархабат. Рахмет. Құрметті төраға, құрметті кеңес мүшелері, екі 6-07-13-00 көлік техникасы және технологиялары мамандықтары бойынша диссертациялық кеңестің жасырын дауыс беру қорытындысы бойынша 4-ші хаттама 4 мамыр 2026 жыл 8-07-102 көлік техникасы және технологиялары білім беру бағдарламасы бойынша философия докторы PhD дәрежесін беру үшін ұсынылған Дүйсенбаев Ермек Шөнішбекұлының диссертациясы бойынша жасырын дауыс беру кезіндегі дауысын санау есептеу. Дауыс беруге 8 адам қатысты. Жауаптарын көріп отырғаныңыздай. Дауыс беру нәтижелері келесідей. Философия докторы PhD дәрежесін беру үшін комитет алдында өтініш жасау 8 адам, диссертацияны пысықтауға жіберу жоқ, диссертацияны қайта қорғауға жіберу жоқ, философия докторы PhD дәрежесін беру үшін комитет алдында өтініш беруден бас тарту жоқ. Есеп комиссиясының төрағасы Сулейм Бақтияр. Рахмет. Жасырын дауыс беру қорытындылары бойынша қаптама диссертациялық кеңестің бекітуіне шығарамыз. Жасырын дауыс беру қорытындысы бойынша қаттаманы бекітуді кім қолдайды? Дауыс берулеріңізді сұраймын. Рахмет. Кім қарсы? Қарсылар жоқ. Кім қалыс қалды? Қалыс қалғандар жоқ. Жасырын дауыс беру қорытындылары бойынша қаттама бір ауыздан бекітілді. Құрметті диссертациялық кеңес мүшелері, жүргізілген қорғау және жасырын дауыс беру нәтижелері негізінде Қазақстан Республикасы ғылым және білім министрлігі ғылым және жоғары білім саласындағы сапаны қамтамасыз ету комитетінің алдында Дүйсенбаев Ермек Шөнішбекұлына 8-07-102 көлік техникасы және технологиялары білім беру бағдарламасы бойынша философия докторы PhD дәрежесін беру туралы өтініш жасау ұсынылады. Қорытындылай келе, диссертация заманауи ғылыми деңгейде орындалғанын, өзектілігі, ғылыми және техникалық жаңалығы, практикалық құндылығы бойынша төмендегі құжаттарға жауап беретінін атап өткен жөн. Бірінші, диссертациялық кеңес туралы үлгі ереже. Қазақстан Республикасы білім және ғылым министрлігі 2011 жылы 31 наурыздағы 126 бұйрығына сәйкес. Екінші, дәрежелерді беру қағидалары. Қазақстан Республикасы білім және ғылым министрлігі білім және ғылым саласындағы сапаны қамтамасыз ету комитеті белгілеген. Қазақстан Республикасы білім және ғылым министрлігі 2011 жылғы 31 наурыздағы 127 бұйрығына сәйкес
Ал оның авторы Дүйсенбаев Ермек Шүйіншібекұлы 8-07-102 көлік техникасы және технологиялары білім беру бағдарламасы бойынша философия докторы PhD дәрежесін беруге лайықты. Дүйсенбаев Ермек Шүйіншібекұлы диссертациялық кеңес мүшелеріне, рецензенттерге және қатысып отырған басқа да қонақтарға айтатын сөзіңіз бар ма? Әрине бар. Рахмет, Карибек Табаевич. Мархабат. Диссертациялық кеңестің төрағасы Карибек Табаевичке және кеңестің барлық мүшелеріне докторлық диссертацияны қорғауға мүмкіндік бергендері үшін шынайы ризашылығымды білдіремін. Сонымен қатар қорғауға қатысып, құнды пікірлер білдіріп, мазмұнды сұрақтар қойып, уақытша кеңес мүшелеріне ерекше алғысымды жеткіземін. Сіздердің ұсыныстарыңыз бен ескертулеріңізді зерттеу жұмысының ғылыми деңгейін арттыруға және оның әрі қарай даму бағыттарын айқындауға ықпал етті. Ғылыми кеңесшілерім, жетекшілерім Қадыров Әділ Сұратовичке және Көкешева Әлия Бакибаевнаға ғылыми бағытты таңдауда көрсеткен жаңа жан-жақты қолдаулары, диссертациялық жұмысты даярлау барысындағы жетекшілігі және менің кәсіби әрі тұлғалық қалыптасуымда қосқан зор үлестері үшін ерекше ризашылығымды білдіремін. Сіздердің жоғарғы біліктіліктеріңіз, талапшылықтарыңыз, сабырлықтарыңыз бен үздіксіз қолдауларыңыз бен мен үшін үлкен мектеп болды. Сондай-ақ шетелдік ғылыми кеңесшім Лукаш Барбулаға зерттеу барысында көрсеткен құнды кеңестері мен тұрақты қолдауы үшін алғысымды білдіремін. Ермек Шүйіншібекұлыңыз ба? Ермек Шүйіншібекұлы. Сондай-ақ, жоқ, әлі аяқтаған жоқпын. Кафедра басшылығына және Қадыров Әділ Сұратовичтің жетелігімен ғылыми ұжымға диссертациялық жұмысты ғылыми семинарларда талқылауға мүмкіндік бергендері және пайдалы ұсыныстары үшін ризашылығымды білдіремін. Эксперименттік зерттеулерді ұйымдастыру мен жүргізуге қосқан үлестері үшін Бауыржан Қобыланович, Кирилл Анатольевич және Айдар Темірғалиевичтерге алғысымды айтамын. Диссертацияны қорғауға қажетті құжаттарды даярлау мен рәсімдеуге көрсеткен көмегі үшін Бақтияр Данияровичке ерекше алғысымды білдіремін. Осы ғылыми жолда қолдау көрсеткен барлық әріптестеріме, жақындарыма және ізгі ниетті жандарға шын жүректен алғыс айтамын. Сіздердің қолдауларыңыз бен сенімдеріңіздің арқасында бұл диссертациялық жұмыс сәтті қорғауға ұсынылды деп есептеймін. Рахмет барлықтарыңызға. Рахмет. Қорытынды жобасы барлық кеңес мүшелері мен рецензенттерге жіберілді. Құрметті диссертациялық кеңес мүшелері, қорытынды жобасын талқылауға кірісулеріңізді сұраймын. Диссертациялық кеңестің барлық мүшелерінде қорытынды жобасы жіберілген. Қарап көріңіздер, оқып көріңіздер, танысыңыздар. Басқа ешқандай ұсыныс қосымша жоқ па? Жоқ. Егер басқа ескертулер, қосымшалар болмаса, онда қорытындыны ашық дауыс беру арқылы бекітуді ұсынамын. Мақұл ма? Онда дауыс берулеріңізді сұраймын. Қарсылар? Жоқ. Қалыс қалғандар? Жоқ. Бір ауыздан бекітілді. Енді қаулыны оқып естірейін. Қазақстан Республикасы ғылым және білім министрлігі ғылым және жоғары білім саласындағы сапаны қамтамасыз ету комитетінің алдында Дүйсенбаев Ермек Шүйіншібекұлына 8-07-102 көлік техникасы және технологиялар білім беру бағдарламасы бойынша философия докторы PhD дәрежесін беру туралы өтініш жасау. Осындай қаулы жасадым. Осымен диссертациялық кеңестің мәжілісі жабық деп саналады. Диссертациялық кеңестің барлық мүшелеріне, ғылыми кеңесшілер мен ресми рецензенттерге алғыс білдіремін. Келесі кездескенше сау болыңыздар.